Сәлеметсіздер ме? Бүгін ұстаз платформасына жалпы шоу жасаймыз. Ұстаз платформасына біз не саламыз? Қандай жетістіктеріміз саламыз? Сол туралы алдымен жұмыс орныңыздағы юрлицо арқылы, юрлицо адамның ЭЦП кілті арқылы кіреміз. Бізде бірінші басты бет ашылды. Басты бетте деректерді енгізу бөліміне кірсек, осы бөлімде міне біздерге жалпы не енгіземіз, біздерге не қандай жетістіктеріміз керек. Сол туралы бөлімшелер ашылды. Бірінші білім сапасы. Білім сапасына кірген жағдайда міне көріп отырсыздар, бізде соңғы 3 жылда қандай білім сапа көрсеттік. Сол туралы кіргізіп енгіземіз. Яғни білім сапасын береміз, оқыту ұйымның атауын береміз, мұғалімнің аты, және лауазымы, қай жылға білім сапасы. Егер материал болған жағдайда жүктейміз, болмаса негізі міндетті түрде болу керек деп жатыр, енгіземіз. Келесі жетістіктер. Жетістіктерде біз жалпы оқушыларымыз бар, өзіміз бар, қандай байқауларға қатыстық, қандай конкурстарға қатыстық, қандай жарыстарға қатыстық, барлығын түгел-түгелмен дипломымыз болсын, мадақтамамыз болсын, сертификатымыз болсын, осы жерге кіргіземіз. Қосу арқылы байқау көзін таңдаймыз осы базада болған жағдайда. Болмаса бізде аймақтық байқау болады, немесе республикалық байқаулар болады, қалалық болады. Соны егер аймақтық болатын болса, аймақтықты таңдаймыз, ұйымның атауын таңдаймыз, ары қарай кете береміз. Ал егер де республикалық болатын болса, республикалықты таңдаймыз, жылын таңдаймыз, өткізілген конкурс, ол мұғалімге ме, әлде оқушыларға ма, сол типін таңдап ары қарай енгізе береміз. Соңынан сақтаймыз. Келесі тәжірибе тарату. Тәжірибе таратқанда қандай тәжірибелер таратамыз? Мысалы, біз семинарларда, болмаса спикер болған кезде, болмаса біз тағы қай жерлерде тәжірибе тарата аламыз? Мысалы, Инстаграмнан канал ашып, Ютубтан канал ашып, ТикТоктан ашып, сол өзіңіздің біліміңізді сол арқылы тарата алсаңыз, сол әлеуметтік желілер арқылы тарата алсаңыз, сол таратылған желілердің, яғни сілтемесін осы жерге қосуға болады. Трансляцияның атауы, жаңа атауын жазасыз, күнін жазасыз, өткізу деңгейін жазасыз, и аймақтарды белгілейсіз. Спикер қосу керек болса қосасыздар. Одан ары қарай баяндамалар. Баяндамалар деген бұл қандай баяндама? Мысалы, семинарларда біз егерде сөйлейтін болсақ, семинарларда белгілі бір тақырыпты қорғайтын болсақ, сол туралы мәлімет жеткізе алған болсақ, бізге берілетін мадақтамалар, сертификаттар, жаңағы сол еңбегімізге берілген барлық алғыс хаттарды осы жерге қосу арқылы енгізе аламыз. Баяндаманың тақырыбын, сөйлеген күнін жазамыз, өткізу деңгейін жазамыз, білім беру ұйымы міндетті түрде барлығын толтырып, и жаңа соңынан берілген баяндаманың сілтемесін және файлды енгізу. Қандай файл берілді? Жаңағы сертификат болса сертификат, сертификат болмаса диплом. И жаңағы сол қай тақырыпта, қай ұйым, сол ұйымның ссылкасын осы жерге сілтемесін тастайсыздар, соңынан сақтайсыздар. Келесі басылымдар, яғни басылымдар деп отқанымыз бәрімізге белгілі, бұл мақала, яғни қандай журналға, электронды журнал болсын, қандай журнал болсын, бумажный, жаңа қағаз жүзіндегі журналдар болсын, қандай журналға да мақала жіберсеңіздер, сол мақалаларыңызды қоссаңыздар осы жерге болады. Бұл да жетістіктің бір түрі. Ары қарай топтарға, жобаларға қатысу. Топтарға, жобаларға қатысу дегеніміз көп адам түсіне бермейді. Ол қалай? Мысалы, біз жұмыс орнымызда біз белгілі бір, яғни белгілі бір шара ұйымдастырып жатырмыз. Мысалы, жаңа жыл дейміз, күз аруы деп жатамыз, сол сияқты солған қатысқан кезде, сол ұйымдастырылған жағдайда, солар мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылған жағдайда бізді белгілі бір неге жауапты етіп қояды. Директордың қолымен, жаңағы печатьмен, мөрімен бекітілеміз. Сондай жағдайларда белгілі бір жауапкершілікті алып, осы топтық жұмыстарда өзіңіздің қызметіңізді жасаған болсаңыз, сіздің
белгілі бір атыңыз аталып бұйрық шығарылады. Сол бұйрық бар жерде, бұйрық аты жөніңіз бар бұйрық жерлерді осы жерлерге қосасыз. Ары қарай әдістемелік бірлестік, оқу әдістемелік материалдар. Оқу әдістемелік материалдар ол жаңағы мектепшілік болуы мүмкін, авторлық бағдарламаларыңыз болуы мүмкін. Осы авторлық бағдарламаларыңызды осы жерге енгізесіздер. Қосасыздар, атауын енгізесіздер, күнін көрсетесіздер, ол қай уақыт, қай күні сіздерге хаттама толтырылды, рұқсат берілді, яғни осы авторлық бағдарламаны шығара беруге, или әдістемелік оқу әдістемелік несін, құралын пайдалана беруге қай уақыттан бастап сізге хаттама толтырылды, сол күнді белгілейсіз. Кітап басылымның бірегей нөмірі болады, ол міндетті түрде осыны енгізесіздер. Материалдар түрі, мысалы авторлық бағдарлама болса, авторлық бағдарлама деп жазасыздар, ал егер оқу әдістемелік құрал болатын болса, әдістемелік құрал деп жазасыздар. Материалдың сілтемесі болса, сілтемесін кіргізесіздер, болмаса оны сұрап жатпайды негізі көп жағдайда. Файл тіркейсіз, яғни PDF-те 5 мегабайттан асып кетпеу керек, оны көбіміз білеміз. Деңгейін таңдайсыздар, жаңағы білім беру ұйымының әдістемелік деңгейі ма, қандай деңгейде жаңағы авторлық бағдарламаңыз или жаңа әдістемелік құралыңыз, білім беру ұйымын белгілейсіз, аты жөніңіз шығады, лауазымыңыз шығады, соңынан сақтайсыздар. Бұл оқу әдістемелік материалдар. Келесі сынып жетекшілік, кураторлық деп жатамыз. Сынып жетекшілік. Егер классыңыз болып, класстармен жұмыс жасап жатқан болсаңыз, соңғы 3 жылда қандай тәрбие жұмыстары жүргізілді оқушылармен, қандай тақырыпта, қандай оған іс-шара өткіздіңіздер, сол туралы жалпы соңынан не дейді, есеп бересіздер, дұрыс па? Әр жылы есеп береміз. Дәл сол есепті осы жерге қоссаңыздар болады. Жылын таңдайсыздар, ұйымына таңдайсыздар, сол есепті жүктейсіздер. Егер ол есеп белгілі бір Фейсбукта, не болмаса жаңағы Инстаграмда, не болмаса жаңағы өздеріңіздің Google диск деп жатамыз, соларға салынған болса, осы жерге сілтемесін кіргізіп қойсаңыздар болады. Ары қарай педагогтың бүкіл данныйыз мәліметі енгізіледі, сонымен сақтайсыздар. Бұл жалпы ұстаз платформасына енгізілетін біздің жетістіктеріміз бен барлық істелген жұмыстарымыз болып есептелінеді. Осы арқылы бізге балл беріледі, комиссия құрылып, осы комиссия арқылы біздің қанша балл жиналғанымыз белгілі болады.